Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Текелі қалалық филиалының оқытушысы Құндыз Қадырханқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сіз білесіз бе? Грамматикалық тақырып п. Тұрады, жатады, жүреді, отырады. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Жаңа сөздерді оқып, менімен бірге қайталап отырыңыздар. Атамекен, алақан, аспап, аймақтық, бірлік, бабалар, бармақтай, ғылыми, дәстүрлі, дәріс, егемендік, жарлық, жаһандық, кешенді, қабылдау, қару, қор, қауіпсіздік, мемлекеттік, мәртебе, мәдени, мұрағат, пікірталас, сирек, түпнұсқа, тәнті ету. Республикалық кітап мұражайы. Мұражай қоры тас жазулары, алғашқы баспа құралдары, атақты жазушылардың түпнұсқа кітаптарынан тұрады. Сирек кездесетін кітаптардың ішінде алақанға сыйып кететін, бармақтай, көлемі 2-3 сантиметр болатын кітап пен 8 қырлы құран да бар. Республикалық музыка аспаптар мұражайы. Мұражайда қазақ халқының барлық дерлік ұлттық тарихи аспаптар мен Абай, Жамбыл, Құрманғазы, Дина сынды атақты тұлғалардың домбыралары бар. Мұражайға келіп тұрыңыз. Дінмұхаммед Қонаев мұражайы. Мұражайда Қонаевтай қоғам қайраткерінің жеке заттары, қарулары, сыйлықтары сынды құнды дүниелер жинастырылған. Ол жерде Қонаевтың отбасылық шежіресі және Қазақстанның қалыптасуындағы маңызды оқиғалар туралы ақпараттарды табасыз. Бірінші тапсырма. Асты сызылған сөздердің мағынасын табыңыз. Тексеріңіз. Бұл көрме бұрынғы өнер бағытының жаңадан қалыптасқан үлгісі. Жаңадан қалыптасқан, жаңарған. Қазақстанда 20 ғасырда көптеген тарихи мәдени мұражайлар ашылды. Ашылды, қосылды. Орталық кеңседе болатын жиналыс келесі аптада өтетін болды. Жиналыс, отырыс. Құрметті тыңдаушылар, грамматикалық тақырыбымызға өтейік. п. Тұрады, жатады, жүреді, отырады. Тұр, жүр, отыр, жатыр етістіктері әрі негізгі, әрі көмекші етістік бола алады. Бұл етістіктер амалдың, әрекеттің, қимылдың, қозғалыстың бір қалыппен өту процесін, сонымен бірге сол процестің кейде үзіліп, кедергіге де ұшырап, кейде үзіліссіз, кедергісіз, тынбай дамып, өдеп отыратынын, ұзаққа да созылатынын білдіреді. Тұр, жетекші етістікке амалдың өзгеріссіз, бір қалыппен жүретінін, үнемі болатынын немесе заттың дағдылы бір қалыптағы күйін аңғартатын реңк қосады. Мысалы, далада жаңбыр жауып тұр.
Жүр жетекші етістікке амалдың үнемі қозғалыс көшу, ауысу үстінде бір қалыппен жалғастырылып істеле берілуін қайталана берілуін білдіреді. Мысалы, ол білім саласында қызмет етіп жүр. Отыр жетекші етістікке амалдың үздіксіз, үздік-создық, жалпы алғанда созалаңдап, ұзақ болатынын немесе жалғаса беретінін аңғартады. Мысалы, директор жиналыста жоспарға кіргізілетін жұмыстар туралы хабарлап отыр. Жатыр жетекші етістікке амалдың тоқталмай, үздіксіз, үнемі жүргізіле беретінін немесе заттың дағдылы күйін білдіретін мағына үстейді. Мысалы, баяндамашы тақырыптың мақсатын түсіндіру үшін тоқтамай сөйлеп жатыр. Екінші тапсырма. Сөйлемдерді өзгертіңіз. Үлгі ретінде бірінші сөйлем көрсетілген. Бұл аймақта жауын жиі жауады. Бұл аймақта жауын жиі жауып тұрады. Тексеріңіз. Бұл аймақта жауын жиі жауады. Бұл аймақта жауын жиі жауып тұрады. Қастеев атындағы мемлекеттік көркемсурет мұражайына үнемі барамын. Қастеев атындағы мемлекеттік көркемсурет мұражайына үнемі барып тұрамын. Иә, ол біздің үйге апта сайын келеді. Иә, ол біздің үйге апта сайын келіп тұрады. Менің әріптестерім ғылыми зерттеу жұмысымен айналысады. Менің әріптестерім ғылыми зерттеу жұмысымен айналысып жатыр. Үшінші тапсырма. Етістіктерді ауыспалы өткен шақта беріңіз. Жақсы, дайын болсаңыз, тексеріңіз. Студенттердің ғылыми практикалық конференциялары жиі өткізіліп тұрады. Студенттердің ғылыми практикалық конференциялары жиі өткізіліп тұратын. Жексенбі сайын анаммен телефон арқылы сөйлесіп тұрамын. Жексенбі сайын анаммен телефон арқылы сөйлесіп тұратынмын. Мұражайға келушілерден сұраныстар жиі келіп жатады. Мұражайға келушілерден сұраныстар жиі келіп жататын. Ол жас ғалымдарға үнемі кеңес беріп отырады. Ол жас ғалымдарға үнемі кеңес беріп отыратын. Құрметті тыңдаушылар, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Республикалық кітап мұражайы тақырыбында эссе жазыңыз. Құрметті тыңдаушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.